Сәлеметсіздер ме оқырмандарым? Қалай баланың иммунитетін көтеруге болады? Менің танысым баламның иммунитеті төмен, жиі ауырады. Осы сұраққа видео болса деп өтініш білдірген. Бұл көп аналарды мазалайтын сұрақ болса керек. Алдымен каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз. Видеоны соңына дейін көріп, сұрағыңызға жауап аласыз деп ойлаймын. Иммунитет ағзаның сыртқы қоздырғыштарға, микробтарға, вирустарға, инфекцияларға, тіпті өмір салтына деген жауабы. Мықты иммунитет кез келген жаста маңызды, бірақ балаға ол маңызды ғана емес, өмірлік қажет болып табылады. Иммунологтар иммунитетті екіге бөледі: табиғи және жасанды. Табиғи иммунитет ағзаның айнасы. Ол вирусты тасымалдаушылар мен инфекцияға қатысты ағзаның іс-әрекетіне жауап береді. Жасанды иммунитет ол екпе егу. Иммунитет неге әлсірейді? Режимнің бұзылуы, нашар ұйқы, дұрыс тамақтанбау, асқынған инфекциялық аурулар, тіпті емделмеген тіс сәбидің иммунитетіне кері әсерін тигізеді. Сонымен қатар экологиялық жағдай мен өсіп келе жатқан ағзаның күйзеліске ұшырайтындығын да ескерген жөн. Әлсіреген иммунитет белгілері: бала жиі ауырады, жылына 5 реттен көп. Ауру кезінде температура болмайды, нәресте үнемі әлсіз болады, әрі түрі бозарып, еркелей береді. Бала иммунитетін қалай нығайтуға болады? Бірінші, баланың тамақтану рационына мән беріңіз. Құрамында С, Е дәрумендері бар тағамдар, омега-3 майлы қышқылдары мен пробиотиктер бала иммунитетінің күшеюіне жәрдемдеседі. Ол үшін қантты пайдалануына шектеу қойыңыз. Қант және өзге де тәттілер иммунитет жүйесін бұзады. Сондай-ақ баланың гипербелсенді болуына әсер етеді, әрі баланың ұйқысын бұзады. Балаға жеміс-жидектер мен көкөністерді жегізіңіз. Мұндай жеміс-жидектер қатарында құлпынай, қауын, көкжидек, апельсиндер, гуава, папайя, манго болуы мүмкін. Иммунитетті мына көкөністер жақсы көтереді: картоп, брокколи, сәбіз, кәді, орамжапырақ және саумалдық. Бұл жеміс-жидектер мен көкөністер дәрумендер мен антиоксиданттарға бай. Қанның құрамындағы ақ жасушалардың санының артуына көмектеседі, әрі қатерлі ісіктің алдын алады. Баланың тамақтану рационына балық пен балық майын кірістіріңіз. Ал балық құрамында макрофактордың белсенділігін арттыратын омега-3 майлы қышқылы бар. Макрофагимық ағзадағы бактериямен қоректенетін ақ жасушалар. Балаға аптасына 85 грамм балық жегізіп отырған дұрыс. Балық майын күніне 1 капсуладан берген жеткілікті. Тағам құрамына пробиотиктерді қосыңыз. Пробиотиктер адам ішегінде өмір сүретін пайдалы бактериялар. Пробиотиктері бар тағамдар йогурт, ірімшік. Бұлар вирустық жұқпа мен несеп жолдарындағы инфекциялардан сақтайды. Екінші, баланың жеткілікті ұйықтайтынына мән беріңіз. Балалар тәулігіне 12-13 сағаттан ұйықтауы керек. Дұрыс ұйқы сау иммунитет жүйесінің кепілі. Егер баланың ұйқысында қандай да бір мәселе болса, педиатр көмегіне жүгініп, олқылықтың орнын толтыруға асығыңыз. Үшінші, балаға физикалық күш салу керек. Физикалық жаттығулар ағзадағы киллер жасушаларды арттыруға көмектеседі. Бұдан бөлек, жаттығудың бала денсаулығына пайдасы өте көп. Отбасыңызбен бірге белсенді тынығуды жиі ұйымдастырыңыз. Мысалы, велосипед тебіңіздер, парктерде табиғат аясында жаяу жүріңіздер, немесе доппен ойнаңыздар. Төртінші, баланы түтіннен қорғаңыз. Темекі түтінін иіскейтін балалар бронхит, құлақ ауруы, астма тағы басқа ауруларға шалдығуға бейім болады. Кішкентай балалар жиі тыныстайды. Нәтижесінде токсиндерді үлкендерге қарағанда көбірек бөледі. Сол себепті темекі түтінінен баланы сақтау өте маңызды. Жақындарыңыздан темекіні баладан алыс жерде тартуын өтініңіз. Бесінші, иммунитетті көтеруге арналған халық емі жаңғақ қоспасы. Жаңғақ қоспасын дайындауға 150 грамм грек жаңғағы, 150 грамм тұщы кептірілген өрік, 1 лимон, 200 грамм бал қажет. Кептірілген өріктерді мұқият жуыңыз, лимонды қайнаған сумен жуыңыз және кесектерге бөліп кесіңіз. Ет татқыштан барлық ингредиенттерді өткізіңіз, содан кейін бал қосып, жақсылап араластырыңыз. Бұл қоспаны ыдысқа салып, тоңазытқышта сақтау керек. Тамақ ішер алдында 1 ас қасықтан жеу керек.
бір дайындалған қоспаны аяқтағаннан кейін ағзаны 2 аптадай демалтып, қайта қоспаны дайындап жалғастыруға болады. Сонымен бірге, жеуге жарамды тәсілдермен иммунитетті байыту ретінде ит мұрын қайнатпасын, грек жаңғақтары, өрік, бал, сарымсақ, лимонды атап өтуге болады. Әлсіз иммунитет көктемде және күзде өзі туралы білдіреді. Сондықтан оны нығайтуға қамқорлық жасауды ең алдымен жазда және қыста бастаған жөн. Бүгінгі видеом осындай. Видео ұнаса лайк басып пікір жазуды және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Келесі видеоға дейін сау болыңыздар.